Салем, достар, подготовила для вас выражения, которые мы используем в повседневной жизни. Прежде чем начать, хочу вам сказать большой рахмет за подписку, за лайки, за комментарии. Ал енді бастайық. Добро пожаловать, проходите, будьте гостем, будет хош келдіңіз, жоғары шығыңыз, или же төрлетіңіз, қонақ болыңыз. Хош келдіңіз, жоғары шығыңыз, төрлетіңіз, қонақ болыңыз. Давайте поставлю чай, чай попейте, шай қояйын, шай ішіңіз. Шай қояйын, шай ішіңіз. Здесь обратите внимание, слово «шай» мы говорим мягко, хотя пишем звук «а», пишем, но говорим «шай қояйын, шай ішіңіз». Удобно располагайтесь, жайғасып отырыңыз. Жайғасып отырыңыз. Жайғасып отырыңыз. Угощайтесь. Тамақтан алып отырыңыз. Тамақтан алып отырыңыз. Тамақтан алып отырыңыз. Вы пьете чай с молоком? Без молока? Сіз шайды сүтпен ішесіз бе? Сүт сіз ішесіз бе? Сіз шайды сүтпен ішесіз бе? Сүтсіз ішесіз бе? С молоком, сүтпен. Сүтпен. Без молока, сүтсіз. Сүтсіз. Отведайте, нан ауыз тиіңіз. Нан ауыз тиіңіз. Здесь хочу немножко остановиться, рассказать, в каких случаях мы используем это выражение. Например, к нам, когда домой приходит человек по каким-то делам, наш знакомый, может быть, друг, может быть, это могут быть наши родственники, мы всегда предлагаем попить чай. Если этот человек торопится, у него нет времени, мы ему предлагаем что-то отведать. В этих случаях говорим «нан ауыз тиіңіз». Человек, который пришел к нам домой, должен что-то отведать. Обязательно, он не должен просто так уйти. Поэтому мы всегда предлагаем хлеб с маслом, или же мы можем предложить что-то попить, или же этот человек может сам попросить. Когда мы ему говорим «нан ауыз тиіңіз», он может попросить воды, например, если ему хочется пить. Обычно в аулах могут предложить тоже, қымыз могут предложить. Если мы это не предлагаем этому человеку, который пришел к нам домой, это считается плохим тоном. Что случилось? Не болды. Не болды. Что с вами случилось? Сізге не болды? Сізге не болды? Ничего не случилось. Ештеме болған жоқ. Ештеме болған жоқ. Или же ештеңе болған жоқ. Ештеңе болған жоқ. Здесь разницы нету. Ештеме, ештеңе переводится ничего. Все хорошо, бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Произошло неприятная ситуация. Бір жайсыз жағдай болды. Бір жайсыз жағдай болды. Бір жайсыз жағдай болды. Не берите в голову. Көңіліңізге алмаңыз. Көңіліңізге алмаңыз. Көңіліңізге алмаңыз. Не обижайтесь. Ренжімеңіз. Ренжімеңіз. Обрати внимание на это, пожалуйста. Мынаған
көңіліңді аударшы. Мынаған көңіліңді аударшы. Мынаған көңіліңді аударшы. В уважительной форме обратите внимание на это, пожалуйста. Мынаған көңіліңізді аударыңызшы. Мынаған көңіліңізді аударыңызшы. Мынаған көңіліңізді аударыңызшы. Надо читать, сосредоточив внимание. Көңіл қойып оқу керек. Көңіл қойып оқу керек. Көңіл қойып оқу керек. Надо слушать, сосредоточив внимание. Көңіл қойып тыңдау керек. Көңіл қойып тыңдау керек. Көңіл қойып тыңдау керек. Я полностью согласен с вами. Мен сізбен толық келісемін. Мен сізбен толық келісемін. Мен сізбен толық келісемін. Я не согласен или не согласна с вами. Мен сізбен келіспеймін. Мен сізбен келіспеймін. Мен сізбен келіспеймін. Почему вы не согласны? Сіз неге келіспейсіз? Сіз неге келіспейсіз? Сіз неге келіспейсіз? Мне важно ваше мнение. Мен үшін сіздің пікіріңіз маңызды. Мен үшін сіздің пікіріңіз маңызды. Мен үшін сіздің пікіріңіз маңызды. Еще один вариант. Маған сіздің пікіріңіз маңызды. Маған сіздің пікіріңіз маңызды. Давайте сменим тему. Тақырыпты ауыстырайықшы. Тақырыпты ауыстырайықшы. Тақырыпты ауыстырайықшы. Я сейчас приду или я скоро приду, не уходите. Мен қазір келемін, кетпеңіз. Мен қазір келемін, кетпеңіз. Мен қазір келемін, кетпеңіз. Когда вы пришли, сіз қашан келдіңіз? Сіз қашан келдіңіз? Сіз қашан келдіңіз? Я пришла только что. Мен жаңа ғана келдім. Мен жаңа ғана келдім. Мен жаңа ғана келдім. Давай уйдем отсюда. Бұл жерден кетейікші. Бұл жерден кетейікші. Бұл жерден кетейікші. Мне любопытно или же интересно. Маған қызық. Маған қызық. Сейчас я должен уйти. Менің қазір кетуім керек. Менің қазір кетуім керек. Менің қазір кетуім керек. Или же маған қазір кету керек. Маған қазір кету керек. Сюда, пожалуйста. Мына жаққа жүріңіз. Мына жаққа жүріңіз. Мына жаққа жүріңіз. Вы помните? Сіздің есіңізде ме? Сіздің есіңізде ме? Сіздің есіңізде ме? Помню, есімде.
Есімде. Есімде. Не помню. Есімде жоқ. Есімде жоқ. Есімде жоқ. Вспомнил. Есіме түсті. Есіме түсті. Есіме түсті. Ты на своем уме? Сенің есің дұрыс па? Сенің есің дұрыс па? Сенің есің дұрыс па? Ты не на своем уме. Сенің есің дұрыс емес. Сенің есің дұрыс емес. Сенің есің дұрыс емес. Я привык к этому. Мен бұған үйренгем. Мен бұған үйренгем. Мен бұған үйренгем. Или же слово мен бұған әдеттенгем. Мен бұған әдеттенгем. Мен бұған әдеттенгем. Давайте поторопимся. Тездетейік. 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 Я тороплюсь. Мен асығып тұрмын. Мен асығып тұрмын. Мен асығып тұрмын. Давай не будем торопиться. Асықпайық. 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 Потихоньку. Ақырындап. 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 Куда торопиться? Давай посидим. Қайда асығамыз? Отыра тұрайық. Қайда асығамыз? Отыра тұрайық. Қайда асығамыз? Отыра тұрайық. Мне все равно. Маған бәрібір. Маған бәрібір. Маған бәрібір. Вам удобно? Сізге ыңғайлы ма? Сізге ыңғайлы ма? Сізге ыңғайлы ма? Удобно. Ыңғайлы. 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 Неудобно. Ыңғайсыз. 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 Я обещаю. Мен уәде беремін. Мен уәде беремін. Мен уәде беремін. Я сделаю все, что в моих силах. Мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Я за. Мен қолдаймын. Мен қолдаймын. Мен қолдаймын. Я против. Мен қарсымын. Мен қарсымын. Мен қарсымын. Пожалуйста, уберите это. Өтініш, мынаны алып тастаңызшы. Өтініш, мынаны алып тастаңызшы. Или же өтініш, мынаны алыңызшы. Өтініш, мынаны алыңызшы. Өтініш, мынаны алып тастаңызшы. Өтініш, мынаны алыңызшы. Достар, желаю вам удачи в изучении казахского языка.
Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.